Тапсырма соңында әр топ өз жұмыстарын ұсынатын болады. Бұл жерде де дереу қателері түзетіліп отырады. Төртінші кезекте мұғалімнің бағалауы, яғни соңғы өтіп жатқан дауыссыз дыбыстарға байланысты көп нүктенің орнына тиісті екі дауыссыз дыбыстың бірін қояды. Балалар, дыбыс дегеніміз не? Айару? Дыбыс болса екіге бөлінеді. Жалпы дыбыс дегеніміз не? Бірінші соны біліп алайық. Дыбыс деген дауысты дыбыс және дауыссыз дыбыс. Жарайды, ол екіге бөлінеді екен. Жалпы дыбыс дегеніміз не? Дыбысты біз айтамыз және естиміз. Жақсы, олай болатын болса, балалар, бүгін сіздермен осы дыбыстар жайлы білімімізді ортаға салайық, жақсы ма? Сол дыбыстар жайлы не білеміз, соны бағалап көрейік. Дұрыс айтасыз. Біз дыбыстарды айтамыз және естиміз. Ал енді дыбыс жайлы не айтасыздар тағы? Не білесіздер? Аха. Дыбысты біз естиміз және айтамыз. Айтылды. Тағы не айтасыздар дыбыс жайлы? Айзере? Дыбыстың таңбасы ол әріп. Дұрыс айтады, дыбыстың таңбасы ол әріп. Тағы да? Дыбысты біз әріпті көреміз және жазамыз. Жақсы. Дыбыс жайлы не айтасыздар? Дыбыс екіге бөлінеді. Қандай? Дауысты мен дауыссыз. Өте тамаша. Сонда дауысты дыбыс дегеніміз не? Дауысты дыбысты? Дауысты дыбыс жуан айтылады, әндетілеп айтылады. Тек қана жуан бекен қанке, Амина, сен түзей ғой қатесің. Дауысты дыбыс? Дауысты дыбыс әндетіледі, созылады, кейде біз дыбысты айтсақ, дауысымыз кедергі ұшырайды. Ұшырамайды. Балалар, міне, ал енді дауыссыз дыбыс жайлы не айтамыз? Ақбота? Дауыссыз дыбыс деген біз оны айтқан кезінде дауысымыз кедергіге ұшырайды. Дауыссыз дыбыс дегеніміз созылмайды, әндетілмейді. Тамаша. Ал енді балалар, осы дауысты дыбыстарға мысал келтірейік. Дауысты дыбыстарға қандай дауысты дыбыстарды білеміз, Жәнібек? Сөз. Тамаша. Тамаша. Әнуар? Дұрыстап айт. Енді сөз айта ғой. Тамаша. Қарындашыңды тастама. Дұрыс айтасыз? Тамаша. Енді балалар, Сұлтан, қандай дыбыс айта ғой? Дауыссыз бен дауысты дыбыс. Алдында дауысты дыбыс болса, ол дауыссыз дыбыс болады. Ал егерде дауыссыз дыбыс тұрса, алдында ол дауысты дыбыс болады. Ендеше дыбысы кейде дауысты, кейде дауыссыз. Міне балалар, ендеше балалар, тағы да сіздердің білімдеріңізді тексеруге мынадай мұғалім тапсырма келді. Қазір мен қандай да сөз оқимын, сол сөздің ішінде барлығы қанша дыбыс бар және қанша дауысты, қанша дауыссыз бар. Соны анықтайық, жақсы ма? Ануар, қарындашыңды қойып қой. Аха, кеттік. Бірінші менің сіздерге әкелген сөзім көлік. Балалар, мен бұндай сөзді алған себебім қазіргі таңдағы біздің ортақ тақырыбымыз не жайлы? Саяхат жайлы. Жақсы. Көлік сөзінде барлығы қанша дыбыс бар, қанша дауысты, қанша дауыссыз ажыратайық. Алима? Көлік сөзінде екі дауыс. Барлығы екі дауысты, үш дауыссыз дыбыс бар. Дауысты дауыссыз барлығы қанша дыбыс болды сонымен? 5. Енді толығымен айт. Көлік сөзінде? Көлік сөзінде барлығы 5 дыбыс, екі дауысты, үш дауыссыз. Тамаша, балалар. Енді келесі сөз. Ұшақ. Елжан айта ғой. Ұшақ сөзінде? Ұшақ сөзінде қанша дыбыс? Барлығы 4 дыбыс бар. Қанша дауысты? Екі дауысты,
екі дауыссыз. Тамаша. Келесі сөз бар. Кеме. Жанерке айталық. Кеме сөзінде. Кеме сөзінде барлығы 4 әріп. Дыбыс, дауысты мен дауыссыз. Дауысты әріп 2, дыбыс, дауыссыз, дыбыс 2. Балам, сен кішкене алаңдамай. Барлығы неше дыбыс естеді? Кеме деген сөз. Жақсы. Екі қанша дауысты, қанша дауыссыз дыбыс деп? 2 дауысты дыбыс, 2 дауыссыз дыбыс. Жарайды, осылай еркін жауап беруіміз керек. Ал енді келесі сөз болар, соңғы сөз. Қайық. Қайық. Сымбат. Қайық сөзінде Барлығы 4-5 дыбыс. Ол жақтан 3 дауысты, ойлан. 2 дауысты, 3 дауыссыз дыбыс бар. Жақсы, балалар, тамаша. Енді балалар, қазір біз сіздермен мынадай жұмыс жасаймыз. Мұғалімдеріңіз сіздерге қазір қағаз таратады. Ол қағаздағы сөздерге сіздер дыбыстық талдау жасайсыздар. Яғни дауысты, дауыссыз дыбысты ажыратасыздар. Сосын жұпта бағалаймыз. Бірінші орында болған бала қалам салғышына бірден қарындаштарын сап қойсын. Мен содан тапсырып ақырындап жинап қойыңыздар. Сіздермен осы жасаған жұмысымызды бағалауымыз керек, дұрыс па? Олай болатын болса, біз қазір жұпта бағалаймыз. Білесіздер, жұпта бағалауды. Кеттік, міне мұғалім көрсетті. Жұптарыңызбен. Кеттік, жұптарыңызды таба қойыңыздар. Тамаша, білгілеріңіздің жұмыстарыңызды тексердіңіздер. Қазір бағалайсыздар. Қалай бағаладыңыздар, мұғалімге айтасыздар. Өте жақсы деген баға қойған екен. Өте жақсы. Сіз қандай баға қоясыз? Тез едіңіз. Міне Сұлтан, Айзере. Айзере, тез. Өте жақсы, тамаша.
Сіздің бағаңыз ба болған? Жақсы балар, басымызды көтерейік. Қазір анау кім Жанар. Жұмысымызды өткізейік. Болды ма? Жақсы. Болдық па? Жақсы, орындарыңызға отыра қойыңыздар, Айзере. Енді былай. Кім өзінің досын бағалады және қалай бағалады? Жоқ, қолдарыңызды сілтеңіздер. Мен қазір өзім сұрайын. Жақсы ма? Аяғы қалай бағаладыңыз? Мен оған өте жақсы деген баға қойдым. Өйткені оның дауыссыз дыбыстарын дұрыс таңбаларын дұрыс қойды. Жақсы, дауыссыз дыбыстарды дұрыс ажыратқан екен. Айзерені кім тексерді? Сұлтан, айта ғой. Мен Айзерені бағаладым. Мен Айзереге жақсы деген баға қойдым. Неге жақсы? Өйткені ол қай жерде? Көрсете ғой. Ол сыны қызылмен етті. Олай деп айтты. Сыны дауысты дыбыстың белгісімен белгілеген екен, иә? Иә. Қандай дыбыс? С дауысты. Қандай дыбыс? Дауыссыз. Отыра ғой. Жақсы. Келесі Ақбота сөйлей ғой. Сіз кімді бағаладыңыз? Мен Алинұрды бағаладым. Мен Алинұрға жақсы қойдым. Өйткені ол ғарыш сөзінде әріпін белгілеуін ұмытып кетті. Жақсы, ғарыш деген сөзде ырдың дауыссыз екендігін сіз ұмытып кеткен екенсіз. Тамаша. Әрмен қарай кеттік. Келесі Алина, сіз қалай бағаладыңыз? Кімді бағаладыңыз? Ералға алдында жақсы қойғам, сосын ол қатесін түзеді, өзіне өте жақсы қойды. Жақсы, онда өте жақсыға түзеген екен. Жақсы, Амина, сіз кімді бағаладыңыз? Мен Ануарды бағаладым. Мен Ануарға жақсы деген баға қойдым. Неге өте жақсы емес? Неге? Өйткені Ануар уарыппен дауыссыз қылдырып қойды. Қай сөзде? Автобус деген сөзде. Ал бұл жерде у қандай дыбыс? Дауыста. Ашыру деген сөзде уды дауыссыз қылдырып қойды. Ал бұл жерде? Бұл жерде у дауысты. Жақсы, балар, міне, сіздер бірлеріңізді осылай бағаладыңыздар. Рахмет сіздерге. Мен сіздерге, балар, көз жүгіртіп көріп шықтым әрқайсыңыздың бағалауларыңызды. Енді осы жұмыстарыңызда сіздердің дауыссыз дыбыстарды қалай ажырата алатындықтарыңызды тағы бір тапсырма арқылы мен байқағым келіп тұр. Қазір енді топта бағалаймыз, балар. Қазір мен сіздерге әр топқа тапсырма беремін. Сіздер өздеріңіздің ақылдарыңызды, өздеріңіздің қаншалықты ұжымда жұмыс жасай алатындықтарыңызды топта қазір мұғалім байқайды. Бірінші топ, мынадай тапсырма. Сіздер 5 сөз құрайсыздар. Ол сөздеріңіз дауысты дыбыстан басталып, дауысты дыбыстан аяқталу керек. Жақсы ма? Міне тапсырма тұр. Қазір мен қағаз беремін. Отыра тұрыңыздар. Келесі топ. Дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбыстан аяқталу керек. Жақсы ма? Мен бұл қағазды Жанеркеге беремін, сіздер осы жерде жұмыс жасаңыздар. Қазір отыра тұрыңыздар. Келесі үшінші топқа сіздер дауыссыз дыбыстан басталып, дауысты дыбысқа аяқталатын 5 сөз құрасыздар. Мынау тапсырма түсініксіз болса оқисыздар. Ал төртінші топ сіздерге өте бір қызық. Қ дыбысынан басталып, Қ дыбысына аяқталатын сөздерден сөз құрайсыздар. 5 сөз. Енді ақырын ғана топтарыңызды таба қойыңыздар. Ерал тобыңызға келіңіз.
Әріптеріңізді әдемілеңіздер, түсініп жатыр. Әдемілеңіздер, әріптеріңізді әдемі жазамыз. Үлкен жаса. Сенде де ма мындай? Это мынау шығып тұр, иә, как менде тоже сондай бар. Иә, кішкене шығып тұр. Менде де сондай шығып тұрған. Жаздың ба? Жаздың ба? Қырық елшім. Қайық. Қайық жаздың да. Мен жазайыншы қайық деп. О, даже басылмайды. Ара, даже басылмайды. Еще мен. Кетпесін. Не жазадысың? Өтінем. Анға шығады ғой. Ан деген сөз бар. Балама мен сіздер айтамын. Қандай сөздер жазам? Сымбат айтыр керек ме? Ал, отырамыз ба? Балалар, сіздер жаңа топта жұмыс жасадыңыздар. Біз енді қазір сіздер топта қалай жұмыс жасадыңыздар, соны бағалаймыз. Бірінші топ Елжан келе ғой. Бірақ сіздерге қандай тапсырма берілді, сіз соны айтасыз. Әліңіз таппаға. Бір жерге ал жақсы. Ұстаңыз. Бізге дауысты дыбыстен басталып, дауысты дыбыстан аяқталатын сөздерді табу керек. Жақсы. Біз оя деген сөзді жаздық. Тамаша. Аялдама деген сөзді жаздық. Айнай деген сөзді жаздық. Ауа деген сөзді жаздық. Айару деген адамдың атында жаздық. Тамаша. Неше сөз жаздыңдар? 5 сөз жаздық. Барлық сөздер неден басталады? Дыбыстан басталып, дыбыстан аяқталатын сөзді табу керек. Таптыңыздар, иә? Жақсы отырыңыз. Рахмет. Аха. Ал енді келесі топтың тапсырмасы қандай болды? Жанерке, келіңіз. Балалар, дыбыс сөз не бар? Біздің тобымызда қазір бұлай реттеп қояйық. Сөйлеңіздер. Біздің топқа дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбыстан аяқталатын сөздерді жазыңдар деді 5 сөз. Біз бірінші әуежай деп жаздық. Екіншіден орамал деп жаздық. Үшіншіден орман деп жаздық. Төртінші өтінемін деп жаздық. Ең соңғысы адамның аты Аяжан. Өте тамаша балалар. Қате бар ма балалар? Қанекей көрейік. Қате жоқ екен, иә балалар? Дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбыстан аяқталып тұр. Өте жақсы. Ал енді келесі топтан кім шығарайық? Айзере шығасыз ба? Келе жүр. Қандай тапсырма бергенін айтыңыз, содан кейін әрмен қарай тапсырмаңызды көрсетіңіз. Кішкене жоғарыға дейін. Сөйле ғой. Біздің топқа дауыссыз дыбыстан басталатын, дауысты дыбыстан аяқталатын сөздерді жазыңдар дедім. Біз біріншіден дауысты деп жаздық. Содан кейін қара.
дала, тор және сары. Дара, сосын Дора. Дора. Жақсы, сосын Содан кейін сары. жақсы. Ал енді балалар қараңыздар. Маған дауысты деген сөзде бір қате бар сияқты, Айзере. Аха, не ұмытып кеттіңіздер? Үшінші топ. Дауысты деген сөзге назар аударыңыздаршы. Айзере, дауысты деген сөзді ұсташы сызықшымен. Ұстайық. Аха, осы жерде қандай қате бар? Дауысты. Ал? Дұрыс айтасың. Ал ендеше өзің сол қатеңді түзе қой. Міне қолыңа жасыл маркерді ала қой. Қатеңді түзе. Қағазды төмен түсір. Жақсы, отыра қой, қатесін түзеді. Ал енді келесі топтан сымбат шығарып көріп, сымбат бере қой. Сіздер қандай тапсырма орындадыңыздар? Балалар, қатесі болса назардан отырыңыздар. Сөйле қой. Бізге қ әріпінен басталып, қ әріпінен аяқталатын сөздер берілді. Біз қалақ деген сөзді жаздық. Және қайық, және құлақ деген сөзді жаздық. Және қиық, қорқақ деп жаздық. Жақсы. Бұл сөздер қандай сөздер? Бұл сөздер қ дыбысынан басталып, қ дыбысынан аяқталатын сөздер. Жақсы, отырыңыз. Ал енді балалар келесі топтан кім шығады? Ал келіңіз. Сіздер топтан шықты. Болды балалар, міне, олай болатын болса, біз балалар 4 топта жұмыс жасадық. Әр топ өзінің білімін көрсетті. Біз тапсырманы орындау барысында әр топтың қатесін түзетуге тырыстық. Қай топтан қате кетті? 3-ші топта, балалар, бір әріптің жазылуын тастап кеткен екен. Енді балалар, әр қайсыларыңыздың білімдеріңізді тексергім келіп тұр. Қазір сіздерге мынадай тапсырма беріледі. Сіздер көп нүктенің орнына өткен х және х дыбыстарының әріптерінің кестесін қоясыздар. Жақсы ма? Бірінші таратып алайық. Жазуға дайындалайық. Бәрін босатыңыздар. Партаның үстіндегі артық заттың бәрін босатыңыздар. Ал енді қыздар тарата қойыңыздар. Тарата қой. Тарата қой. Басымызды көтереміз. Дүзе отырамыз. Болды. Кішкене сабыр сақтаңыздар. Қазір достарыңыз болған екен, біз жинап аламыз. Сұлтан, жұмысыңды алдыма қой. Көп нүктенің орнына дұрыстап қойған. Жазып өткен. Келесі. Қаны қоясың ба? Қаны қоясың ба? Қа. Балалар, жұмысты орындап болған сияқтымыз, енді былай. Бала, мына х-ның таяқшасын созшы кішкене. Әйтпесе п әріпі сияқты созып жүреді, әрі де созып жүреді. Балалар, енді сіздердің жұмыстарыңызды мұғалім өзі тексеріп бағалайтын болады. Сондықтан да қазір орындарыңыздан тұрмай алдыға қарай жіберіңіздер жұмыстарыңызды. Қайнекей, орнымыздан тұрмаймыз. Алдыға қарай жіберіңіз. Орнымыздан тұрмаймыз, алдыға қарай жіберіңіз. Алдыға қарай. Тамаша.
Рахмет, балам. Балар, енді сіздердің бұл жұмыстарыңыз бойынша кері байланысты мұғалімдеріңіз ертең береді. Жақсы ма? Міне бүгін біз сіздермен балар дыбыстар жайлы білімдеріңізді тексердік. Қандай дыбыстың түрлерін қаншалықты білетіндеріңізді мұғалімге айттыңыздар. Сіздерге рахмет. Құрметті әріптестер, жоғарыда өздеріңіз қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырма түрлерін көрдіңіздер. Назарларыңызға рахмет.